Енді мен ерікті енді бір 17 жыл қасында бірге, соның ыстығымен өмірде кейде жаңағыдай жол болмайсы күнде де есіктен күліп кіреді, мен соған нетем. Сонда мен айтамын, мен енді баламен отырып қалдым, сені бір жағынан шығысайын, ақша табайын, мен де жұмысқа шығайын деймін. Сонда айтады, ол ақшаны қайда қоямыз сосын дейді. Сол мен жұмыс істеткізген де жоқ. Қазір өзім енді балаларға қарауға кейде ойлаймын, ой, осыларға салмағымды түсірмейінші деп ештеме демесе де, өзімнен өзім айтамын, шіркін ерік бар екен деп мен ештеңені ойламаппын. Ештеңені ойлаған жоқпын, шыны керек. Ойладым, әйелдің бақытты үйде баласын тауып, соны асырап, соны бағып отыру деп. Ештемеге басымды ауыртқан да жоқпын. Еріп келе жатқанда, Нәсен, сенің шайың сағындым, одан келгенде етімді асып, бар өнерімді салып, бауырсағын пісіріп, таңға дейін шай ішеміз, таңға дейін. Бір қонаққа барса, үйге қайтуға асығады. Қойшана біздің ана Қырдылбайлар ұйықтап қалады деп. Мен айтамын, қойшы, торт жейінші деп отырған кейін. Етті жеп алса бітті, одан қарамайды шайға. Мен айтамын, ылғи шай ішкізбейсің, мен ет жей алмаймын, торт жегім келеді. Сол бір торт жеуге бір жерге алып қалып, өзі қалашы, торт жей қойшы деп. Әлгі аяқ төбелес болып кетіп, үйге ұрысып кетіп, же торт жедім бе, тойдым бе. Сол балалар үйге асығат, балалармен отырып шай ішкісі келеді. Түнде айтамыз, Еркөкше деген кенже ұлым бар, Көкшетауда туған. Соның шайы деген шай бар. Ол да әкесі сияқты түнде ұйықтамайды. Түнде ұйықтамайтын бір неміз бар. Түнгі сағат 3 па, 5 па бізде бәрібір екеуі шай жасап, екеуі сойтып жүреді.